Сәлем достар, хай! Бүгінгі біздің ағылшын тілін оңай және тез үйрену каналына қош келдіңіздер. Ал енді біз бүгінгі сабақта ed and ing adjectives, яғни ed және ing сын есімдерін қарастырамыз. Жалпы сын есімдер емес, осы сын есімдерінің ішіндегі ed жұрнағымен жалғанған және id сын есімі жұрнағы жалғанған сын есімдерді қарастырамыз. Жалпы тіл үйренушілер осы екі сын есімді, ed және ing жұрнағы жалғасқан сын есімдерді қолдану кезінде біраз қиналып жатады. Сондықтан да осыны бүгін қарастырып өтейік. Ал енді ed жұрнағы жалғанған сын есімді адамның, жануардың эмоциясын, сезімін, көңіл күйін, қазіргі жағдайын білдіру үшін біз қолданады екенбіз. Мысалы, I'm bored. Яғни, менің қазір ішім пысты. Көңіл күй, ішкі сезімді, қазіргі дәл осы сәттегі көңіл күйді білдіру үшін ed жұрнағы жалғанған сын есімді қолданып отырмыз. I'm bored. I'm so tired today. Мен бүгін сондай шаршадым. I'm so tired today. Тағы да ed жұрнағы жалғанған сын есімді қолданып отырмыз. Өйткені ішкі көңіл күйді, сезімді, қазіргі жағдайымызды суреттеп отырмыз. I feel annoyed. Мен ренжулімін. Менің көңіл күйім жоқ. Яғни мен өзімнің ішкі сезімді білдіріп отыру үшін ed жұрнағы қосылған сын есімді қолданып отырмын. Келесі, ing жұрнағы қосылған сын есімді біз қай кезде қолданамыз? Адамның, жердің, жануардың, кез келген жағдайдың, дәл қазіргі сәтті тіпті сынын айтып суреттеген кезде қолданамыз екен. Ал енді мысалдарға қарап көрейік. The book is interesting. Кітап өте қызықты. Яғни ing заттың сынын білдіріп, кітаптың қандай екенін суреттеу үшін ing жұрнағы жалғанған сын есімді қолданып отырмыз. Жалпы ing жұрнағы жалғанған сын есімді біз қандай деген сұраққа жауап беретін сын есімдердің қатарына қоямыз. It's amazing. Бұл тамаша, бұл керемет жағдай, бұл керемет жаңалық. Яғни жаңалықты немесе жағдайды суреттеген кезде ing жұрнағы қосылып тұр. This work is tiring. Бұл жұмыс шаршататын жұмыс екен. Tiring ing жұрнағы жалғанған сын есім жұмысты суреттеп тұр. This game is exciting. Бұл ойын өте керемет. Бұл ойын өте тамаша. Келесі мысал, Sunday night is boring, I never go out. Демалыс күнгі кеш өте шыпыстырарлық. Мен ешқашан шықпаймын демалыс күндері. Демалыс күнгі кешті суреттеп отырғандықтан ing жұрнағы жалғанған сын есімді қолданып отырмыз. Weekends are more tiring than weekdays. Демалыс күндері жай күндерге қарағанда өте шаршатыңқы, немесе өте ауыр. Weekends are more tiring than weekdays. Демалыс күндері жай күндерге қарағанда қиындау. It was a really exciting match. Бұл расымен де бір керемет матч болды. Бұл шынымен де сондай бір тамаша ойын болды. Яғни ойынды суреттеп отырғандықтан ing жұрнағы қосылған сын есімді қолданып отырмыз. Ал енді бүгінгі сабақта не үйрендік? Бір қайталап өтейік. Яғни бүгінгі сабақта біз adjective ing, яғни ing жұрнағы қосылған сын есімді қолдануын қарастырдық. Яғни оны қай кезде қолданамыз? This question is very confusing. Бұл сұрақ өте шатастыратын сұрақ екен. Яғни сұрақты суреттеп отыр. Ал енді adjective ed, яғни ed жұрнағы қосылған сын есімді біз I'm confused. Өзіміздің ішкі көңіл күйімізді суреттегенде ed жұрнағы қосылған. I'm confused. This question is very confusing. Бұл сұрақ өте қиын. I'm confused. Мен қиналып отырмын. Жақсы, келесі. Мына сөйлемге қарап енді көп нүктенің орнына кезекті, яғни сын есімдерді қойып, бүгінгі өткен сабағымызды пысықтап кетейік. Jessica was because the film was. Яғни мына көп нүктенің орнына boring немесе bored деген сын есімді қоямыз. Jessica was, яғни Jessica туралы айтылып жатқаннан кейін әңгіме міндетті түрде не болады? Jessica was bored because the film was boring. Джессиканың іші пысты, өйткені фильм өте шыпыстырарлық. Яғни
яғни Jessica was worried because the film was boring. Джессиканың ішкі көңіл күйін суреттеу үшін ed жұрнағы жалғанған сын есімді қолдандық, ал фильмді суреттеу үшін жаны жоқ нәрсені ing жұрнағы қосылған сын есімді қолдандық. Келесі. I was really with that idea. Interesting. Қызық. Interested. Қызығу. Ал енді біз бірінші өзіміздің ішкі көңіл күйімізді суреттейміз. Мен сіздерге кішкене аз уақыт берейін, сіздер қойып үлгеріңіздер, сосын тексерейік. I was really, яғни мен өзім ішкі сезімді суреттеу үшін interested ed жұрнағын қоямын. I was really interested with that. Қандай идеямен қызықтым? Interesting idea. Мен қызықтым осы қызықты идеяны естігеннен кейін дейді. I was really interested with that interesting idea. Келесі сөйлем. Тағы да өзіміз жасап көрейік. The situation was and we were. Бірінші ситуацияны суреттейміз, сосын кейін барып өзіміздің көңіл күйімізді суреттейміз. Жақсы. The situation was depressing and we were depressed. The next. My trip was quiet and I got home very tiring or tired. Менің саяхатым қандай болды және мен үйге қалай оралдым? Tiring, tired, шаршау. Шаршадыңқы, шаршадым. Жақсы. Ал енді my trip бірінші саяхатты суреттегендіктен біз ing қосылған жұрнақты қоямыз да. My trip was quite tiring and I got home very tired. Мен үйге қалай оралдым? Менің адамның ішкі көңіл күйі сезімі қандай болды? Мен өте шаршаңқы күйде үйге оралдым. Жақсы, ал енді мен сіздерге сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.